Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге коржықтардың рецептімен бөлісемін. Бұл коржықтарды балалық кезде буфеттен 5 теңгеге 10 теңгеге сатып алатындығымыз. Соны қазір көрсетемін. Міне қарап тұрғансаңыздар, өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге айран қажет болады. Оның үстіне біз содамызды салып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Біздің содамыз бен айранымыз қатты бір-бірімен араласып, реакцияға түсіп, көпіршінтіп, көтеріліп тұру қажет. Енді оның үстіне қантымызды саламыз. Сосын сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз толықтай еру қажет. Араластырып болған соң, аз-аздан ұнымызды сала отырып, қамыр жасайтын боламыз. Сосын оның үстіне кішкене ғана қопсытқышты саламын. Ол міндетті емес. Міне біздің қамырымыз осындай болып шығу керек, қатты қою емес. Қамырымызды енді ұнға аунатып жайып аламыз. Енді жайылған қамырымызды осылай формамен бөліп аламыз. Сіздер әртүрлі формамен жасасаңыздар болады. Даже шай ішетін кесемен де осылай бөліп алсаңыздар болады. Енді коржықтарымызды противенге жайғастырамыз. Противеннің үстіне ұнды сеуіп, барлығын үстіне қойып шығамыз. Міне біз коржықтарымыздың барлығын дайындап алдық. Енді оның үстіне айранды жағып шығамыз. Қарап тұрғандарыңыз достар, өте қолжетімді заттардан жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді коржықтарымызды пеште пісіріп аламыз. 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Міне достар, біздің коржығымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін қарағандарыңызға сіздерге үлкен алғыс білдіремін. Ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарийға қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.